Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, жақсылықта жандарыңыздан табылатын мереке күндерді құттықтайтын біздің бағдарлама келескі тосын сыйымызда шуақты көктемнің алғашқы мерекесі болған халықаралық әйелдер мерекесіне орай әулетіміздің мақтанышы ағамыздың өмірлік серігі болған Айна ханымға деп арнайы жолдаған ізгі сәлеммен жеткізуге келіп тұрмыз. Баршамыз ішке кіріп, Шұбарайғыр әулетінің туын биікке самғатып отырған ақ келіннің әдемі тосын сыймен қуантайық. Жалғызсырап мен қалғанда қасымнан табылатын көрмесем сағын. Тамыз. Амын. Жақсы жатсыздар. Сөз. Айна апай бар ма? Ар. Өте. Амансыз ба? Жақсы жатсыздар. Надақ чутта хәр түгей. Ал енді біздің бағдарламаның көрермендері барлықтарыңызға бүгінгі күннің жалынды сәлемін тағы да жолдап, біз келескі тосын сыйымыздың құтты қонағы Айна апайымызға жүздесіп отырмыз. Аман есен жақсы жатсыз ба? Жатырмыз, аман есен. Қалау қалыңыз қалай, аман есен, не жаңалықтарыңыз бар? Төк жоқ, аман есен жатырмыз. Енді арнайы мен сырттан гүл ұстап кіріп келгеннен кейін аң-таң болып жатсыз ба? Жоқ, әлде білген бірдеңеңіз бар ма? Жоқ. Надар киім киіп отырып кісі кел дегенде не болып кетті деп ойладым, біреу болып қалды ма деп шошып қалдым. Ал онда бізде бір осындай бағдарлама бар ғой, көрген де шығарсыз басын. Жақсылықтың жыршысы болып, жақсы хабар айтайын деп жатыр. Амин, айтқаның келсін. Енді бүгін Наурыз ай басталып жатыр, айдың басқы күні. Ал сіз үшін қандай мереке? Март таяқ қалды ма енді? Әрине, енді келген себебім Наурыздың ең алғашқы, шуақты көктемнің алғашқы мерекесі деп жатады ғой. Алда халықаралық әйелдер мерекесі 8-ші Наурыз күні де таяп қалды. Әсіресе соның ішінде Наурыздың бірін біздің қазақ алғыс айту күн деп атайып өтеді екен. Сондықтан сізге алғыс айту үшін үлкен бір сыйлықты жолдаған екен ғой. Кімнен деп ойлайсыз? Білмейттім. Ештеңе жоқ қой. Ештеңе жоқ. Ал онда бірінші мен сізге әдемі бір құттықтау өлең жолдарын оқып берем. Егер жақсылап тыңдасаңыз, бұл кім не болып кетті деген әбден анық болады деп ойлаймын. Қымбатты Айна ханым, сізді алда келе жатқан 8-ші Наурыз мерекеңізбен арнайы құттықтаймыз. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын деп қазақ бекер айтпаған ғой. Дәл сол сөздің куәсі болып, әулетімізге бақ боп қонған біздің әулеттің ақ келіні сізге мың алғыс айтайық. Ағамыздың, бауырымыздың өмірлік серігі болып, сол шаңырақтың түтінін түтетіп, ұл мен қызын тәрбиелеп, осы күнге жетуіне себепкер болып отырған сіздің арқаңыз. Сондықтан бүгінгі алғыс біз жеңгемізге, келінімізге арнаймыз деген екен. Ақ келініміз, бақ келініміз, әулетімізге құт боп қонған Айнамыз деп атап жатыр. Ағамыздың өмірлік серігі ретінде әрқашанда бұл шаңырақтың жақсылық, жамандық әрқашанда қасынан табылғаныңыз үшін келіндік қызметіңізді ақтап, керемет тосын сыйды қайын жұрттан сізге кентейін белдік. Ал енді март мерекесі құтты болсын. Айна апай, қазақ айтады ғой, әннің сөзінде де бар, келіндік қызметің ақталсын деп жатады бата бергенде. Бүгін дәл сол сәт өзіңізге бұйырып отыр ғой. Бұл Шұбарайғырдың әулетінің туын биікке көтеріп отырған айналайын келініміздің арқасы деп әдемі тосын сый жібергенде көңіл күйіңіз қалай? Амин, амин. Жақсы. Не айтады, білмей қалдым, өзі тұрды көп. Енді өзім апайларым, қайын сіңілдерім алда көп рас. Не айтам басқа. Жаным апайым сол. Енді бүгіннен бастап март басталып кетті ғой. Енді біздің әулетке
қалай келін болып кірсе енді өзіміздің өз туғанымыздай болып кетті деп жатыр. Сондықтан енді бұл шұбар айғыр әулеті жасай берсін дейік. Ал енді Сейіл ағамыздың берекелі шаңырағының ұйытқысы болған апайымыз аман есен болсын дейік. Айтқаның келсін, Алла разы болсын бәріне. Айтқандарың дуаң алда болсын, жақсы болсын. Бәрінен көп рахмет деп. Тату болсын бәрі, татулығың қалсын мәңгі, ақ жұлдызың жансың мәңгі, ағайындары